Ағайын, ассалаумағалейкум. Тікелей эфирде сұхбаттаймын. Студия телефоны 30-34-50. Қыркүйек айының 7 мен 8-інде Ақтауда нефрологтардың басын біріктіретін республикалық қоғамдық бірлестігінің бірінші ұлттық конгресі өтеді. Оған диализ және трансплантологтар қатысады. Шара Қазақ-түрік халықаралық нефрологтар конгресінің қолдауымен өтпек. Басқосуда Қазақстандағы трансплантологияның өзекті мәселелері айтылады деп күтілуде. Бүгін бізде қонақта Астана қаласындағы ана мен бала ұлттық ғылыми орталығы диализ және трансплантация бөлімінің меңгерушісі, медицина ғылымының кандидаты Венера Ханапиқызы Алтынова және Өмір сыйы республикалық қоғамдық бірлестігінің төрайымы Сандуғаш Орынбаева ханым. Итак, добрый вечер. В эфире программа «Сухпаттайм». Телефоны студии те же самые, 30 34 50. Ждем от вас активного участия. Тема сегодняшнего дня – актуальные вопросы трансплантации органов и органного донорства. В студии у нас Алтынова Венера Ханапиевна, заведующая отдела диализа и трансплантации Центра материнства и детства, а также Сандуғаш Орынбаева, президент Республиканского общественного объединения Общества пациентов и трансплантации «Өмір сыйы». Добрый вечер. Венера Ханапиқызы, Маңғыстауға қош келдіңіз. Енді бірінші сұрақ, жалпы бірінші ұлттық конгресс Ақтау қаласында өткізіледі деп шешілді. Не себепті Ақтау қаласында? Сонымен қатар не күтесіздер? Қандай мақсатта ұйымдастырылып жатыр? Жалпы шара соңында қандай келісімге келу күтіліп отыр? Жалпы мұның шара туралы. Маңғыстау жерінің халқына кеш жарық. Жақсы уақытта, жақсы мезгілде кездесіп жатырмыз. Енді жаңа негізгі тақырып айтылып кетті ғой. Ертең 7-8 мына біздің бүкіл Қазақстанға, басқа да өңірдегі бір белгілі бір шара өтіп жатыр. Соны енді биыл біз Маңғыстаудың жерінде өткізіп деп былтыр шешім қабылдағанбыз. Сол шешімменен біз мына облыстық әкімге шыққанбыз. Тоғжанов Ералы Лұқпанұлына соғысын қолдауыменен осы Маңғыстауға мінеки бірінші айдан бері дайындалып, бүгін ат басын бұрып осы жерге келіп қалдық. Бұл енді өте маңызды шара өтіп жатырған бұл Қазақстандық мына ұлттық бірінші конгресі. Бұл конгресс нефролог, диализ және трансплантолог дәрігер мамандарының барлығын бас қосып, осы конгресске және жаңағы қосымша Қазақ-түрік ұлттық 5-ші конгресі бірге өтейін деп жатыр. Бұл жерде енді өзекті мәселелер, өзіңіз енді қазір елге танымалы болды. Біз қазір енді неше жыл, соңғы 5 жылдың ішінде мына трансплантация деген бір жаңағы денсаулықтың бір шаралар сондайды қолдап жатырмыз. Соны мәселені шешуге өзекті сұрақтар болады, соны шешуге бас қосып бүгін ертең жиналып жатырмыз. 2 күн осы жерде сондай қызу жұмыс өтеді. Енді бұл конгресске қатысушылар тек Қазақстанның барлық өңірден мамандар келіп жатыр. Және де оған қоса бір топ, бір 10 шақты түрік профессорлар келіп жатыр. Біз енді түрік дейтін әлемде 3-ші орында бүйрек ауыстыру, трансплантация, ағзаларды трансплантациялау және ол 3-ші орында тұрған мемлекет. Осы елден көп біз әдістерді үйрендік. Сонымен байланысты бұл сол жақтан 10 шақты профессорлар келіп жатыр. Сонымен қатар Америка, Германия, Польша, Англия, сол жақтан да Россия, Грузия, сол жақтан да мінеке білікті мамандар келіп жатыр. Сол мамандар ертең 2 күн бойы біздерге дәріс береді, үйретеді, білгендерімен бөліседі. Біз білгеніміз болса, соны арттыруға тырысамыз. Яғни тәжірибе алмасамыз. Сол жағдайда мінеке осы маңызды мәселелерді көтеру үшін біз осы жерге бүгін бас қосып жиналып жатқан түріміз бар бүгін. Ал Қазақстаннан кім басқарып келген сіздің топ? Қазақстанда бұл енді бізде Қазақстанда мінеке 4 жыл болды. Ұлттық жаңағы общественное объединение, қоғамдық бірлестік, нефрологтар және диализ дәрігерлері және трансплантологтар деген ұйымымыз бар. Бұл енді мақтанып кететін орны бар. Былтыр біздің осы қоғамдық бірлестігіміз Европада қоғамдық бірлестігінің мүшесі болып енгізілді. Былтыр және дүниежүзілік нефрологтар ұйымы бар, қоғамдағы бар. Оларды бізді мойындап, біз солардың қатарына кірдік, енгізілдік. Енді бүгін ертең өтейін деп жатқан шараның ішінде
сол бүкілодақтық нефрологтар ұйымынан, мына Европаның диализ және нефрология қоғамдықтарынан мүшелері бар, келіп қатысады. Және осы конгрессіміз бұл сол жаңағы дүниежүзілік нефрологтар қоғамдығының соның күнтізбесінде, соның тізімінде тұр осы конгресс. Бұл енді бұрын мына біздің жаңағы СНГ дейміз, оның ішінде болмаған жағдай. Біз осы біріншісі болып жасап жатырмыз осыны. Енді бұл жерде соны мамандар жинап, енді өзекті мәселе жаңа трансплантация. Соны көтереміз ертең. Енді мына профессор, академик Жақсылық Досқалиев. Енді бұл жерге Қазақстаннан мен айттым ғой, жаңа бірталай 100-ге жуық маман жиналып келіп жатырмыз. Енді біздің жаңағы атбасшымыз басымызды жинап осы жерге келіп жатқан академик Досқалиев Жақсылық Ақмырзаевич. Енді ол мына соңғы 5 жыл біздің трансплантация әдістерін бізге енгізіп, көтеріп жүрген, мәселені көтеріп жүрген бір маман. Және бұл жерге Баймаханов профессор Болат Бемендиевич Алматыдан келіп жатыр. Профессор Туганбекова, нефролог маманы. Жерден осындай кісілер келіп жатыр. Түсінікті, рахмет. У меня следующий вопрос. Как принимается решение о трансплантации органов? Знаете, решение... Я чуть-чуть сделаю экскурс в статистику. У нас в Казахстане на сегодня, к сожалению, есть такое грозное заболевание, осложнение одних заболеваний, которое заканчивается хронической почечной недостаточностью. В терминальной стадии, что говорит о отсутствии функции полностью почек. Такие пациенты вынуждены жить, проживать только благодаря заместительной почечной терапии, это гемодиализу. То есть они, получается, зависимы от гемодиализа. И вот единственным выходом в этой ситуации является трансплантация донорской почки. Именно пациенты, у которых отсутствует функция почек, являются реципиентами, которым показана трансплантация почки. И врач, который лечит, принимает решение, что пациенту необходимо. И вот здесь уже включаются все механизмы, начинается подбор доноров, реципиентов и сама операция. Раз уж мы заговорили о почках, то я бы хотела еще раз представить Сандугаш Орынбаеву. Сандугаш, я знаю, что вы сами являетесь, также прошли эту данную операцию. Не могли бы вы вкратце немного рассказать свою историю? Здравствуйте. На самом деле история, наверное, может быть, она проста на первый взгляд. То есть я жила абсолютно активной жизнью. У меня несколько высших образований. Я занимала такую активную позицию. Никогда, кстати, не занималась общественной деятельностью, которой занимаюсь сейчас. Но в один прекрасный момент, и это случилось совершенно неожиданно, это случилось вообще так непонятно для меня. И теперь я точно знаю, что это может случиться с каждым человеком. То есть от этого не застрахован никто. И в один прекрасный момент моя жизнь вот таким вот образом приостановилась. И когда я узнала, что у меня диагноз ТХПН, и когда я поняла, я осознала, и когда мне сказали врачи, доктора о том, что только одно лечение существует, это трансплантация. То есть вы не были диализозависимы? На диализе вы вообще не были? Не сидели? Нет, дело в том, что да, я на диализе не была, но мой срок был ограничен. Поэтому, когда пришло вот это вот известие, это было, конечно, ударом. Это было большим ударом. Это осознание и понимание того, что твой путь короток, и что твой земной путь уже может быть закончен, это, конечно, страшно. Затем, конечно, трансплантация органов, надо сказать, да, она может быть как родственной, так и от трупного донора. Естественно, мои родственники, их очень много, братьев и сестер, они пытались стать донором мне, но не получилось, то есть совместимости не было. Было достаточное количество моих родственников, которые хотели помочь мне, хотели дар дать почку, но совместимости не было. Поэтому я встала на лист ожидания. Лист ожидания – это лист не просто вот какой-то лист, на котором вы записаны, нет. Это каждый день ожидание звонка из трансплант-центра, это каждый день ожидание чуда, это каждый день ожидание какой-то вот благодати, что это случится.
Это постоянно собранная сумка для трансплант-центра, это бесконечная сдача анализов, это угнетенное состояние. И когда видишь перед собой такую вот непробиваемую железобетонную стену, через которую уже ничего не видно. То есть это очень тяжело и очень сложно осознать, наверное, человеку, который не понимает страждущего. Конечно, это очень сложно, но я понимаю это. Но это реальное ощущение больного человека. Это реальное ощущение больного человека. И когда мне сказали о том, что моя кровь взята, взята на совместимость, и когда мне сказали о том, что я подхожу, и что высокая очень совместимость, и когда мне сказали о том, чтобы я прибыла в трансплант-центр, я не знала, какой трансплант-центр, я не знала, то есть это был Чью просто почку звонок. вам пересадили? Почку мне пересадили. Я знаю, что вы об этом открыто писали в Фейсбуке, да, поэтому... совершенно верно, да. Почку мне пересадили от трупного донора, это умер молодой человек, спортсмен с Павлодара. Естественно, я об этом узнала только через соцсети, впоследствии уже. То есть доктора мне об этом не говорили, поскольку существует тайна донорства. И я хотела через соцсети, хотела узнать имя матери, которая дала согласие для того, чтобы орган ее сына дал жизнь другим людям. Но, к сожалению, у меня этого не получилось. Поэтому я всегда говорю всем донорам, всем родственникам доноров, которые дали согласие, низкий поклон от нас, от реципиентов, от нас, от родственников, от наших детей. Низкий поклон за то, что вы совершили такой ценный дар. Ведь мужчина, который вот умер, молодой человек, чью почку вам пересадили, его органы спасли еще 5 людям совершенно жизни. Верно, было пересажено сердце, насколько я знаю, еще одна почка была пересажена еще одной пациенткой. Ребенку, да. Вот могли бы вкратце рассказать? Ну, я вот тут точно не знаю на самом деле, потому что действительно это тайна донорства. Но вот то, что я могу знать о том, что это павлодарец, о том, что его органы спасли действительно жизнь людям, 5 людям с терминальными стадиями заболевания, это сердце, легкие, печень и почки. То есть 5 людей, это 5 моих братьев и сестер, конечно, я так считаю, потому что мы несем частичку в себе, частичку жизни, частичку счастья. Это дар. Что бы вы хотели сказать тем зрителям, которые нас сейчас видят, должны ли они давать согласие на трупное донорство родственников? Конечно, это должен решать каждый человек. То есть, я думаю, что вам есть я понимаю, что сказать. Да, конечно, спасибо за вопрос, потому что на самом деле этот вопрос, он адресован, наверное, к человечности, гуманизму каждого. Потому что вы понимаете, что ваше согласие или при жизни выраженное, либо согласие родственников после смерти, это даже не чья-то одна жизнь, это несколько жизней. Это счастье видеть эти жизни, которые развиваются в дальнейшем, которые живут активно, которые приносят пользу государству, которые являются замечательными налогоплательщиками, которые дарят миру жизнь и чудо. Поэтому, конечно же, я бы сказала о том, что об этом надо задуматься однозначно. Вы являетесь сами мамой 2 детей, правильно? Да. И после этого вы уже начали заниматься активной деятельностью, после того, как уже была вам пересажена почка. Да, еще в реанимации. И не могли бы коротко рассказать о вашем общественном объединении в 2 словах? На самом Чем деле... вы занимаетесь, ваша цель? Да, будучи только вот, наверное, очнувшись после наркоза и будучи еще в реанимации, я поняла, что я не могу жить дальше прежней жизнью. То есть прежней жизнью, занимаясь бизнесом, занимаясь чем-то другим и имея какие-то личные потребности, личные интересы, я это осознала и поняла четко. Но я не знала, что я буду делать. И уже потом, когда период прошел, такой вот, уже мысли такие начали приходить более осознанные и понятные, я поняла, что это будет моя борьба за каждую жизнь, которая стоит на листе ожидания. В данный момент их 4000 человек,
4000 человек состоят на этом листе. Поэтому ждут донорского органа, да, ждут донорского органа и ждут новой жизни, Поэтому, конечно, мне пришла идея о том, что необходимо создать общественное объединение республиканского масштаба, чтобы быть и говорить об этом везде, в каждом регионе. Мы сейчас имеем несколько представительств, у нас 8 представительств по Казахстану. Поэтому в каждом регионе у нас есть свои филиалы, и будучи везде, в каждом областном городе, мы говорим и проводим конференции, проводим такие круглые столы. Спасибо большое, что вы нас сегодня позвали на этот эфир и дали возможность рассказать об этом. Түсінікті, рахмет. Құрметті телекөрермендер, біз тікелей эфирдеміз, студия телефоны 30-34-50. Жалпы енді бүгінгі тақырып өте маңызды, енді айта кету керек. Мына донорлық және трансплантация жөнінде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының шығарған пәтуасы бар. Бір адамның тірі немесе өлі кейбір ағзаларын екінші адамға ауыстырып қондыруға рұқсат етіледі. Бірақ бұл амал адамды қорламайтын дәрежеде белгілі бір шарттар арқылы толық орындалуы тиіс. Сондай-ақ бұл екі жағдайда: біріншісі тірі адамнан тірі адамға, екіншісі қайтыс болған адамнан тірі адамға дене мүшені ауыстыруға рұқсат етіледі деген. Енді пікір әртүрлі. Енді мұнымен келіспейтіндер де бар. Енді мына қайтыс болған адамның ішкі мүшесін мұқтаж адамға тегін беру сауапты істеп жатамыз. Енді Венера Қанапиқызы, сіз енді өзіңіз практикада көрген шығарсыз, жалпы мұнымен келіспейтін адамдар да бар шығар. Бір адамның өмірін сақтап қалу үшін неге сол бір мүшені бермеске, мысалға? Ондай адамдар да бар шығар, аз емес шығар. Сұрағыңыз өте орынды. Кешірім сұраймын. У нас есть телефонный звонок. Сосын сұраққа қайтып ораламыз. Мы потом вернемся к данному вопросу. Саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз. Саламатсыздар ма, Маңғыстауға қош келдіңіздер. Мына менің сұрағым, осы енді адамның дене мүшелерін алмастыру қай қалада, қай жерде жүзеге асырылады? Сол туралы білгіміз келеді. Енді ол сұраққа мен жауап берейін, сұрағыңызға рахмет. Енді мына өкінішке орай әр өңірде осы ағзаларға мұқтаж адамдар жетістік бар. Енді қазір мінекей Қазақстанда 9 трансплант орталық бар. Ол мына трансплантация жасау, осы әдістің енгізілген орталықтар, сол трансплантация жасайтын жер. Және донорлық орталықтар дейміз. Ол енді реанимациялар бар жерде, солар донорлық орталық деп саналады. Енді 9-ың ішінде соның 3-і Астанада, Алматыда 3-і, біреуі Шымкентте, біреуі Ақтөбеде. Қазіргі уақытта енді тек осы 4 өңірде трансплантация, ағзаларды трансплантация жасайтын орталықтар. Енді ол бүйрек жасайды, бауыр жасайды, ал бірақ тек қана мына ұлттық ғылыми кардиохирургия орталық Астанадағы олар жүрек пен өкпе ауыстырады. Жалпы мына жаңа айтып кеттіңіз, практикада енді ең бір мысалға бір сәтті операциялар болады, мысалы ота жасалғанда. Солар туралы бір-екеуін айтып берсеңіз, себебі сенбейтіндер де көп қой, мысалға. Ол қорқады, мысалға. Енді жаңағыдай, енді ішімізде жаңа бәрі бұл өзекті мәселе болғасын, асығымыз жауап беруге, сөйлеуге, естісін, халық естісін, білсін осыны деп. Осыдан мен 2 жыл бұрын осы Маңғыстау жеріне келіп, пресс-конференция өткізіп кеткенбіз. Осы ағза, мына органное донорство дейміз, ағза ауыстыру, трансплантация мәселесін көтеріп, осы жерде болған осындай мәселе. Енді бүгінгіге мына гемодиализ дейміз, жаңа бүйрек жасамай қалып, гемодиализге тәуелді болып қалған науқастар 4795 науқасы бар Қазақстан бойынша. Және соның ішінде 47 бала бар. Осы адамдардың барлығы, науқастардың барлығы бүгінгіге мына бүйрек трансплантациясына мұқтаж. Енді Маңғыстауға келсек, Маңғыстауда 4 диализдік орталық бар. Соның 4 орталықта 154 науқас бар Маңғыстауда. Олардың 154-тің барлығы да жаңағыдай ағзаға мұқтаж. Енді бүйректен басқа бауыр салынады. Енді бүйрек 2 ағза болғасын, бұл 2 мүше болғасын, оның біреуін алып, бүтіндей екінші адамға жаңағыдай ауыстыруға болады. Енді басқа ағзалар біреу болғасын, оның тек қана жартысы, оның бөлігі алынады. Сонымен бауыр Қазақстанда, біреуінен жүгіріп кетсем, 5 жыл бұрын тек қана бүйрек салынатын еді.
2012 жылы мына қараша айында Қазақстанда мына академик Досқалиев басқарған республикалық координациялау орталығы ұйымдастырылды. Сол координациялық орталық ұйымдастырылғаннан бері міне 5 жылдың ішінде 1000-нан астам бүйрек жаңа ағза трансплантациясы өтті. Енді сол 5 жылдың ішінде біз бүйрек емес, бауырды, жүректі, өкпені, ұйқы безді, осыларды трансплантация жасауға біз мамандар үйреніп, қолы жетіп, соның барлығы қазір енді күнделікті пайдаланып жүрген әдістер бар. Бұл дегеніміз жалпы медицина қарыштап дамып келе жатыр деген. Енді мына бармыз ғой, біз жаңа ғана бүкіл дүние жүзіндегі бір алда келе жатқан 50 мемлекеттің санына кіреміз деген мақсатымыз бар. Сонда әр дамыған мемлекет өзінде трансплантация мәселесін көтеру қажет болды. Бір жаңағы жазылма сондай болады. Сол біздің енді үкіметіміз, басшымыз сол осы мәселеге қарап, осындай бізге қолдау көрсетіп жатыр. Сонымен осылай жаңа айтқам, енді бірақ соның ішінде енді бүйрек трансплантациясын оны тірі донордан да алуға болады. Жаңағы қан сәйкес келетін, туысқаны бар, генетический дейміз. Бірақ енді тек қана қан сәйкес келетіндерден де алуға болады. Ол туыс емес. Және жаңағыдай қайтыс болған мәйіттерден де алуға болады. Бауырды да сондай болады. Бірақ өкінішке орай жүрек пен өкпені тірі адамнан алынбайды. Сол үшін де бүгінге бізде Қазақстанда 150-ге жуық адам жүрек күтуде. 5-6 адам өкпе күтуде. Олардың жаңағы мына өмірдегі деген құлшындығы, өмір сүргісі келгенде тек қана міне мәйіттен алынатын ағзаға байланысты. Мұнда бір кешірім өтінем, WhatsApp желісі арқылы сұрақ келіп тұр. Венера ханым осы сұрағын береді дейді. Трансплантация қандай органдарға жасалмайды дейді? Жасалмайды. Енді трансплантация енді бұлай дүние жүзінде көп жерде алсақ, әр дамыған елдер бар, трансплантация дамыған жерлер бар. Олар енді көп ағзаларды ауыстыра береді. Қазір қолға дейін, аяққа дейін, 5 жыл бұрын ең бірінші дүние жүзінде Турцияда әйелдің жатырын ауыстырылды. Енді бүгінге жоқ 5-6 адамға бет ауыстырылды. Енді соның барлығы жасалады. Бірақ бізде Қазақстанда біз енді жаңа ғана айтып кетдім ғой, 5 жыл болды біз тек дамып келе жатқанымызға. 5 жылдың ішінде біз 5 ағзаны ауыстыра аламыз. Ол өзі ол керемет жетістік деп санаймын. Бүгін бауыр, бүйрек, жүрек, өкпе, ұйқы без осыларды біз ауыстырамыз. Ал енді мына ауыстыру жалпы ота жасау, ол тегін жасау ма, әлде қалай? Енді мына ота тегін. Ота тегін біздің Қазақстанның мемлекеттің азаматтарына барлығына тегін. Оны үкімет бізге мына жаңағы трансплантация жасаған енді қазір бәрі сол ғой, жаңағы өзінің орнын толтырады, бюджет жағын дегенден, ол тек қана мына операцияға кеткен расходниктер солардың орын толады. Негізі операция тегін. Ал енді жалпы алғанда бір операцияны жасау үшін, бір осының барын ұйымдастыру үшін, ол енді 3 миллионға жуық ақша таратылады. Оның барлығы біздің халыққа тегін. Енді айтып отырмын, 5 жылдың ішінде 1056 адам ағзаға ауыстырылды. Бүгінге жуықта 56 адам жүрек ауыстырылды. Бүгін кеше ғана мінеке жаңағы 2 күн болды. Біз 53-ші балаға бүйрек ауыстырдық. Соның барлығына тегін Казахстанда. Венера Ханафеевна, у меня еще вопрос. Что юридически сильнее? Допустим, вот при жизни человек оставляет завещание. В случае моей смерти завещаю свои органы на донорство. После смерти родственники принимают решение, что они против по каким-то причинам. Что-то тут сильнее? Запрет родственников или завещание, которое оставлено при жизни? Знаете, в любом случае юридический документ имеет большую силу. Почему? Потому что если пациент... У нас в стране существует презумпция согласия. Это в кодексе у нас прописано, есть презумпция согласия. Что это подразумевает? Что если при жизни человек не дал отказ, не оформил отказ от донорства, он считается потенциальным донором. Если простым языком сказать, мы все с вами потенциальные доноры. Если мы при жизни документально не оформили отказ от донорства. И я считаю, что этот документ, он имеет юридическую силу. Поэтому, да, родственники, это тяжело. После потерять буквально сейчас только родного человека и сейчас же дать согласие на забор органов, это очень тяжело. Поэтому я всегда восхищаюсь родственниками доноров, которые дали согласие. Принять такое решение нелегко. Но
в любом случае документ имеет большую силу. Поэтому мы законом защищены, если даже не будем спрашивать согласие. Мында бір тағы сұрақ келіп тұр. Операция гарантия беріле ме дейді. Жалпы сәтсіз өткен оталар болды ма дейді жасалған. Енді ешқашан дүние жүзінде бірде бір оташы ешкімге бұл жаңа соқыршек болсын, басқа болсын, мына күрт келінде ашады, ол ешқандай гарантия берілмейді. Оның үстінде мына бір адамнан бір адамға ағзаны ауыстыру, оған да ешкім берілмейді. Ол отаға байланысты емес. Ота жасау мына енді қиын жағдай. Бұл мына ұзын жаңағы жол тізбесі ғой. Ең басында жаңа науқас пайда болады. Және одан кейін ол науқасқа жаңағыдай ота қажет болады. Сол уақытта оған донор ізделінеді, донор табылады, одан кейін ота жасалады. Енді осының ішінде бұл ота деген бізге дәрігерлерге ең оңаймыз, жасап береміз. Бірақ байланысты жаңағы ота жасалған науқас өмір сүру ұзақ бола ма, қысқа бола ма, мерзімі және жаңағы алған ағзасы, бүйрек болсын, бауыр болсын, қанша мерзімді жұмыс жасайтыны ол екі адамға байланысты болады. Ол науқастың өзіне және дәрігеріне. Егер науқас дәрігердің айтқан бар нұсқауларын орындап, барлығын уақытында істеп тұрса, уақытында өзін қадағалап тұрса, онда ол ұзақ өмір сүреді деп айталады. Яғни денсаулығын өзі күтіну керек. Өйткені дейтін, мына гемодиализ деген ол қиын әдіс. Гемодиализ деген ол аптасына 3 мезгіл, 4 сағаттан аппаратқа тәуелді, мына барлық қанын шайып, тазартып, қайтадан бүйректің орнына, ол бүйректің функциясын орнын басатын әдіс болып саналады. Соған олар қиналады. Содан кейін бұл науқастар бір жыл емес, енді бізде жаңа кім Сандуғаш айтып кетті ғой, енді енгізіп келе жатырмыз, диализге апармай жаңа ота жасауға. Сондай диализдер болған науқастар, олар қиыншылық көрді. Енді отадан кейін жағдай жақсарады. Жақсарғасын жаңағыдай уақытында орындауды ұмытып кетеді. Уақытында дәрілен ішпей қалады. Режимді бұзады. Және бұрын су шалмаса, тамақ шалмаса, қазір енді біздің адам қойын, адам дейтін жаңағы тамақпенен күлкіде ар жоқ дейді ғой, арсыз деген. Сонымен болмайтынды бірдемені жеп қояды, шықпай қояды, соның бәрі дейді оған байланысты. Отаға байланысты емес. Венера Ханапиевна, вам большое спасибо за содержательное интервью. Сандуғаш, я знаю, что вы 3 диплома отложили в сторону и занялись общественным делом. В 2 словах можете сказать, что вы на сегодня сделали как общественное объединение и чего вы ожидаете от своей работы? Ну, конечно, основной целью нашей деятельности является помощь пациентам, помощь психологическая, потому что после трансплантации это очень сложно, конечно, осознать, понять все эти процессы, которые происходят в организме. И, естественно, консультативное в плане, куда идти, что делать, кому обращаться. Я хотела бы напомнить, что вы это же делаете абсолютно бесплатно. Конечно, это безвозмездно. Кто вас поддерживает? Минздрав поддерживает. Кто? Общественники, нас поддерживают, какие-то спонсоры? Конечно, нас поддерживают люди, которые постоянно нуждаются в нашей помощи. Люди, которые спрашивают, куда обратиться в том или ином случае. Люди, которые говорят и спрашивают, как быть, как дальше жить. То есть это такая истина чисто человеческая. Это человеческие потребности, которые являются духовными. И это лежит в основе нашей деятельности, конечно. Я знаю, вы недавно через социальные сети обратились всем пользователям с просьбой помочь вашему обществу компьютером. Я знаю, что были люди, которые сразу откликнулись, как конечно. Артур Нигметов, один из очень активных, он сразу передал. Спасибо ему большое, огромное за такой дар, который был сделан. Это был первый, кстати, дар нашему обществу. Потом, поскольку у нас есть много регионов, поездки и так далее, он сделал замечательный дар. И пусть таких будет побольше граждан сознательных. Бізге берілген уақыт өкінішке орай енді аяқталып қалды. Хабар соңында жалпы біздің көрермендерге мына науқас адамдар болады. Жалпы осындай бір сеніммен қарайтын, үмітпен қарайтын. Жалпы айтарыңыз бар ма? Жалпы бір адамның өмірін алып қалу үшін қандай тәуекелге бару керек? Енді әртүрлі жағдайлар болады. Жалпы
айтарыңыз бар ма көрермендерге? Енді менің енді мына өзім негізгі мамандығым жаңағы балаларға бүйрек ауыстырамыз. Бүйрек трансплантациясын жасаймыз. Енді айтайын деген мына донор тапшылығы ол дүниежүзілікте бар проблема. Ол тек қана бізде шығып отырған емес, соның қатарында Қазақстанда оны қалыспай донор тапшылығы бізде өте сондай өзекті болып тұр бүгінге. Сол үшін мына халық қайтарым. Әр халық, әр мемлекет өзінің жаңағыдай денсаулығы болмай мұқтаж болып қалған өзінің қасындағы адамдарды сақтап қалса, сол адам, сол ел, сол мемлекет өте жоғары деңгейде тұрады деп санаймын. Сол үшін де бүгінге мына егер туысқандары көп, жаңа айтып кеткенде мен балаларға жасаймын ғой, балалардың 90% әкесі мен анасы донор болып жатыр. Бірақ бұндай біз темппен жасайтын болсақ, көп ұзамай бір 20-30 жылдан кейін Қазақстанның тең жартысы бүйрексіз қалады. Бір бүйрегін берсе. Сол үшін де біз бүгін мына осы жерде мынандай форум өткізіп отқанымыздан маңызды сол, өйткені қазір тірі адамнан емес, мәйттен алған трансплантация жасайтын ағзаларды көбейту керек. Сол үшін де туысқандарға қарапайым қалып қайтатыным менің мына кішкене қасындағы адамдарға жаңағыдай жылы қарау керек, ойлау керек. Да қайтыс болып кетті туысқаныңыз. Ол ешқашан орны толмайтын ол не сондай. Бірақ біз осы жерде сіздің бір жаңадан я деген сөзіңізге 5-6 адамның өмірі тәуелді. Сол үшін живой пример алып қалуға болады сіздің қолыңызда. Мына халықтың қолында. Сондықтан қол ұшын беруге біз сіздің дайындығыңызды көруіміз келеді. Белсенділік керек қой. Белсенділік керек. Завтра на площадке региональной службы коммуникации пройдет брифинг с участием профессора-академика господина Доскалиева. Также будут, Сандугаш, я знаю, что и вы будете. Сандугаш, напоследок, просто в 2 словах, ваши пожелания или к чему вы призываете вообще пациентов, граждан, которые, возможно, есть такие проблемы, да, оно есть, конечно. Во-первых, я хочу сказать, что действительно у нас завтра состоится брифинг, целью которого является повышение информативности населения о проблемах и вопросах трансплантации органного донорства. Конечно, не секрет, что недавно был случай в Актубе, который поднял такой резонанс. Поэтому мы бы хотели, чтобы до каждого человека дошло понимание о том, что это такое трансплантация, что это за органное донорство и как происходит весь механизм. То есть, если у вас есть вопросы, вы задавайте, пожалуйста, приходите на брифинг, задавайте свои вопросы. 8 числа в рамках конгресса, мирового, международного конгресса, который будет проходить сейчас, завтра начнется, будет также в честь Всемирного дня донорства органов, есть такой день, будет посажена аллея в Казахстане. Это республиканская аллея доноров. То есть все доноры посмертные, которые стали источником жизни для многих. Именно завтра в Мангистау. Да, завтра в Мангистау. Будет именно акция. Да, это наша акция, которая посвящена Вас поддержали памяти, которая посвящена памяти наших доноров, которые дали нам жизнь. Нас поддержал ботанический сад, замечательно, в лице директора Акжине Салтаевны. Спасибо большое за такую доброту, за проявленное сострадание, за понимание проблемы. Спасибо огромное. Ведь эта аллея, она будет единственная республиканская в Казахстане. И именно здесь, скажем, не настолько живородящей земле, в сложном, суровом климате будут расти наши аллеи, наши деревья. Да. Спасибо большое. Даже при поддержке городского акимата и областного акимата. Сандугаш, спасибо, что ответили на ряд актуальных вопросов. Венера Ханапиза, сізге де көп рахмет. Енді Маңғыстау облысында жұмыс жасағаныңызды білеміз. Медицинаңыз көп жылдар бойы. Енді өзіңізге ыстық шығар, енді өзіңіздің былайша айтқанда. Сондықтан сәттілік, енді конгресс жоғары деңгейде өтеді деп ойлаймын. Жалпы оның қорытындысы бойынша нақты бір шешімдер қабылданып, жалпы енді жұмыстарыңыз алға қарай жандана берсін. Істеріңізге сәттілік. Рахмет. В студии для вас работали Нурбол Акулов және менің әріптесім Айсұлу Дұтбаева. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. До новых встреч.